Құрметті студенттер, 8-ші апта дәрісі тілдің актив және пассив құрамындағы сөздердің стилистикалық сипаттамасы деп аталады. Бұл жалпы барлық тілдік құралдардың стилистикалық сипаттамасы дейтін бізде арнайы модуль бар. Соның ішінде қазақ тілі лексикасы туралы жалпы түсінікті біз бүгін сіздермен өтеміз. Лексика, лексикология және стилистика бір-бірімен тығыз байланысты құбылыстар. Әдетте лексиканы сіздер білесіздер, лексикологияның объектісінде тілдегі барлық сөз қорын айтатын болса, лексикология сол сөздік құрам тексеретін ғылым. Яғни тіл білімнің сөз мағынасын, оның шығу тегін зерттейтін саласы. Ал лексикалық стилистика немесе лексикология және стилистика, яғни стилистиканың міндеті әртүрлі стильдерді, мысалы әдеби тілдің стильдерін, сөйлеу және көркем әдебиет стильдерін зерттейтін болса, әр алуан тілдік құралдардың экспрессивтік, эмоционалдық қасиеттерін талдайды. Мысалы, егер естеріңізде болатын болса, біз бұған дейін Абайдың қара сөздерін талдаған болатынбыз. Осы аптада, 8-ші аптада біз Абайдың 5-ші, 6-шы қара сөзін талдаймыз деп келістік. 5-ші қара сөзінде көкірек толған қайғы кісінің өзінде билетпейді, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қарап отырсаңыздар, әрбір сөз өзінің жеке семасы бар мағынасы, барлығы түсінікті және жалпы халықтық лексиканы пайдаланады. Енді әрі қарай осы ойымызды жалғастыратын болсақ, қазақтар Құдай жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілек тілегенін өзін көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансығаны. Байқасаңыздар, әрбір сөз түсінікті, көркем әдебиет тілін, яғни мына жердегі қара сөз, көркем проза тілін қалыптастырып тұр, және әрбір лексикалық единицаның олы актив құрамда болсын, пассив лексика болсын, стилистикалық бояуы, реңкі бар. Қайғы, мысалы, мына жердегі жас бала тіркесі, тілек тілеу тіркесі, тағы да өзін де билетпейді, бойды шымырлатып тіркестері, буынды құртып, көзден жас болып ағады. Әрбір жеке-жеке лексиканы талдайтын болсақ, барлығы да бүгінгі таңда да, тап осы күнде де күнделікті тұрмыста функционалдық стильдің әрбір тобында, сөйлеу стилінде де, публицистикалық стилде де ақпарат тарату кезінде кездесуі әбден мүмкін. Және әрқайсының жеке лексикалық мағынасы түсінікті. Енді бұл, мысалы, бір стильдің ішінде кездескен, сөйлеу стилінде кездесіп, ол ары қарай көркем әдебиетте немесе өзге публицистикалық стильдерде кездеспейді дейтін мәселе емес. Әр стиль өз аясында қалып қоймайды. Әр стильдің, мысалы, сөздері қолданылатын өзге стильдерде де кездеседі. Себебі бұл бір стильдің, бірнеше стильдік элементтердің өзара алмасып отыруы стиль аралық диффузия құбылысы. Яғни бір стильдің элементтерінің екінші бір стильде кездесуі. Енді жоспар бойынша біз стилистикалық қасиеттің архаизмдер және историзмдер, архаизмдер көнерген сөздер, историзмдер тарихи сөздер, тарихизмдер, неологизмдер бұл жаңа сөздер, диалектизмдер кәсіби сөздер, жергілікті тіл ерекшеліктері және кәсіпке байланысты сөздер тобы, лексикалық топ кәсіби сөздер, кірме сөздер, қарапайым сөздер, жаргондар. Енді актив және пассив құрамдағы сөздердің стилистикалық қасиеттері дегенде, мысалы, архаизмдер және историзмдер. Бұл тарихи жанрда жазылған шығармаларда көркемдік тіл кестесін қалыптастыру кезінде, әсіресе Рабиға Сыздықованың мысалы зерттеулер бойынша сөз құдірет еңбегіне сүйенетін болсақ, осы стильдің мақсаттық түрін көбірек талдауға арналады. Соның ішінде қазақ көркем прозасының тілдік стильдік сипатын тану мақсатында ол Әбіш Кекілбаевтың Үркер және Елең алаң атты тарихи дилогиясын, Мұхтар Мағауиннің Аласапыран тарихи романын және Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз романын талдаған білесіздер.
Яғни осылардың роман жаңағы көркем шығарманың тегі мен түріне қарай, ол роман болсын, драма болсын, поэма болсын, прозалық шығарма, яғни тарихи сипаттағы әңгімелер болсын, әрқайсында өзіндік ерекшелігі бар. Мысалы, Әбіш Кекілбаевтың шығармаларында поэтикалық анықтауыш, мысалы, егер поэтикалық анықтауыш тек қана поэзияға, өлеңге қатысты ғана емес, жалпы бейнелілік, образлықты тудыратын, мысалы, қан болу сияқты билік тізгіні қолдарына тимей жүрген Өсеке ұрпақтары шаршы төр бүйірмай асық жіліктің табағында күндер өтіп жатқан Өсеке балалары деп үркерде мысалы қарап отырсаңыздар, шаршы төр бүйірмай асық жіліктің табағында күндері өтіп жатқан Өсеке балалары. Бұл жердегі көрсетілген анықтауыш аса образды, ол образ халықтың ұлттық таныммен беріп әңгімеленіп отыр. Мысалы, тіпті күні кешеге дейін қазақ қауымында әлеуметтік топтардың беделі, салмағы, яғни иерархиялық тәртібі төрде немесе одан төменірек, я болмаса босағада отыру деген сияқты осындай тіркестерді мысалы қолдануы, немесе тағы бір екінші мысалда орыс патшасына бағынып сыртқы жауларынан енді соққы жемейтін деген жағасы босап жаны жайланған башқұрт жұрты сондай бодандықтың өз қалып жүрген Әбілқайыр мен оны қостаушылардың көзіне нулы жердің балдырғанын татып, сулы жердің тұнығын кешіп тұрған башқұрт болып көрінеді дейді. Яғни бұл да үркерден алынып отыр. Осы жердегі сол кезде қазақ қауымның бейбіт өмірін, малға жайлы балдырғанды, сулы мекенді аңсаған көзімен ойымен береді. Яғни қазақ еліне тыныштық бермей соқтып отырған көрші жұрт іргеңнің бел арқанын қиып отырған дұшпан деп аталады. Бұл жердегі дұшпан сөзін Рабиға Сыздықова бірде жау, бірде дұшпан деп осылай көнерген сөздерді, тарихи сөздерді стильдік мақсатта қолданудың өзінің ерекшеліктерін көрсетеді. Мысалы, жаңағы жоғарыда атаған Әбіш Кекілбаевтан мысал бердім, Қабдеш Жұмаділов, сонымен қатар Мұхтар Мағауиннің Аласапыран романында сол дәуірдің өзіндік көрінісі мен тіршілігін оқырманның, оқушысының көз алдына алып келеді. Мысалы, образ тудыру, шығарманың көркемдігін, әсерлігін арттыру үшін жұмсайтын қандауырдың жүзінде қайқы кірпіктері портретті осылай құрады. Немесе қан аға жақ болғанда сұлтан іні жебе, қайраусыз қараған жар, берік түйінді берен сауыт деген сияқты осындай экспрессиясы мол эпитет теңеулерді ерекше қолданып, белгілі жазушы, қаламгер Мұхтар Мағауин тілінде бұл өзіндік ерекшелігі бар поэтикалық тіркестер. Жаңа сөздер деп отырғанымыз бұл күнделікті қоғамдағы кез келген, мысалы 21 ғасыр бұл цифрлық заман, жаңа технологиялардың ғасыр болатын болса, сонда өткен кезеңдерге байланысты профессор Мәулен Балақаевтың айтатыны бар. Жаңа сөздер жүре бара тілдің сөз жасау заңдылықтарына, яғни моделіне сәйкес әдеби тілге еніп, әдеби тілге енгенге дейін мерзімді баспа сөз бетінде ол қалыптасады, талқылаудан өтеді және жұртшылық қабылдаған дағдылы сөз қатарына танылғанда неологизм дәрежесіне өтіп, жалпы халықтық сипат алады деп кезінде Мәулен Балақаев бұл стилистика мен тіл мәдениетін қалыптастыратын, тілдік норма деп танитын қазақ әдеби тілінің тарихы, соның ішінде қазақ әдеби тілінің тарихының өзі әдеби тіл мәселесі, ол нормаға байланысты дейтін осындай бір еңбегінде атап кетеді. Жаңа сөз қажеттілігі бұл дәуір талабы. Ендеше жаңа сөздердің қазіргі таңда жаңа сөздермен қолданыстар қатары ол толассыз дамыды. Норма қатарында сонымен бірге тұрақталып, нормаланған варианты тұрақталады, яғни кодификацияланады. Көркем әдебиет стилінде де жаңа сөздердің сипаты екі түрлі болады. Біріншісі жалпы әдеби тілге ортақ түрінде жұмсалуы, екіншісі жеке ақын жазушылар стилінде пайда болып, белгілі шығарма тілі аясында қалып қояды. Диалектизмдер мәселесі жөнінде кезінде әр жылдың көркем шығармаларының тілін, яғни жыл қорытындысы бойынша үлкен кәдімгі
ақпаратты, мәдени, танымдық баяндама жасаған белгілі классик жазушы Ғабит Мүсіреп ескерткен екен. Көркем шығармада диалектизмдерді қолданудың өзінің ерекшелігі бар. Сондықтан көркем шығарма диалектизмдерге толы болып кетпесін дейді. Жалпы халықтық тілдің нормасынан ауытқыған, белгілі аймақта ғана қолданылатын таралу шегі бар тілдік ерекшеліктер, бұл диалектизмдер екенін білесіздер. Біз мына жерде слайдта сіздерге диалектизмдерді ұсындық. Осы диалектизмдер ғана деп ойлап қалмаңыздар, сіздер өздеріңіз оқып жүрген көркем шығармадан да диалектизмдерді мұндағы қатарын толықтырып, немесе өзіңіз диалектизм деп танылған, лексикалық диалектизм деп таныған, және оның көркем әдебиетте қолданылуына мысал бола алады дейтін мысалдарыңызды толықтырып жазуларыңызға болады. Кәсіби сөздер жөнінде де кәсіби лексиканың әр кездегі даму көрінісі белгілі дәрежеде көркем әдебиет стилінен көруге болады. Мысалы, алғашқы өндіріс тақырыбына жазылған шығарма Қарағанды романы болатын болса, сондағы Ғабит Мұстафиннің белгілі классик жазушы Ғабиден Мұстафиннің кәсіби сөздерді стильдік мақсатта қалай қолданғанын біз сіздерге осы актив-пассив лексиканың қатарында ұсынып отырмыз. Кірме сөздер мәселесі бұл үлкен рөл атқарды. Кірме сөздер біздің лексикалық қабатта оның біздің тілімізге енуінің өзіндік ерекшеліктері бар. Яғни біз бұрын орыс тілінен дейтін болса, қазір орыс тілі арқылы енген кірме сөздер дейміз. Әу баста ол өзге тілдерде қалыптасып, заманның ағымына, сол ғасырдағы әлеуметтік сипатқа қарай, мысалы араб, парсы тілінен енген сөздерді, күншығыс тілдерінен енген сөздер, орыс тілінен енген сөздер, түркизмдер, түркі тілдерінен енген. Қазір де бұл кірме сөздердің қатары біздерде біршама бар, және оны біз арнайы мына тілдерден енген деп актив-пассив лексикада мысал барысында практикалық сабақта көрсетеміз. Қарапайым сөйлеу, қарапайым сөздер күнделікті тұрмыста, қолданыста, сөйлеу стилінде жиі қолданылатын сөздер тобы. Бұл жалпы халықтық лексика, қарапайым сөздерді, қарапайым сөздердің өзін, мысалы орыс тіл білімінің стилистикасында просторечие, просто слово деп арнайы атайды екен. Біз қарапайым сөздер, жалпы халықтық лексика және оның ішіндегі тұрмыстық лексиканы қарапайым сөздер қатарына күнделікті тұрмыс тіршілікте жиі қолданылатын сөздерді жатқызамын. Сонымен 8-ші аптаның дәрісін түйінде қорыта келе, тіл ғылымның әрбір саласы өзінің дербестігі мен даралығын сақтай отырып, бір-бірімен тығыз байланысты қарастырылады. Егер естеріңізде болатын болса, қазақ тілінің стилистикасы пәнін бастаған кезде біз оның зерттеу объектісінде біздің осы уақытқа дейін өткен қазақ тіл білімінің барлық саласын стильді қалыптастыру үшін өзінің зерттеу объектісі ете алады. Ол фонетикалық стилистика, ол лексикалық стилистика, ол грамматикалық стилистика, лексикологияның ішінде мысалы жаңағы бүгінгі айтып отырған бұл тілдік құралдардың, яғни барлық тілдік құралдардың актив және пассив құрамдағы сөздердің стилистикалық сипаттамасы, бояуы, реңкі дейтін мәселе осымен тығыз байланысты. Біз осымен дәрісімізді қорытындылаймыз, және дәрістің соңында мұндағы біз әдебиеттер тізімін бердік. Әдебиеттер тізімі осымен ғана шектелмейді. Сіздер өз тараптарыңыздан қолданылған барлық әдебиеттерді дәрісті мына өңдеп, тезис түрінде жазу барысында соны кірістіріп қойсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.